іс-шара тек қана осы түзету мекемелерінде емес, бүткіл осы облыс бойынша мектептерде, колледжде жүргізіліп жатыр. Жалпы мемлекетті қамту бағдарламасы ақпараттың. Келесі сөзімізді Абсаттар ағамыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Innal хамдалиллахи нахмадуху ва наста'инуху ва нa'удhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Құрметті көпшілік, мынау біздер сіздердің алдарыңызға келіп отырғанымызда мына кім Нұрболат ініміз қазір жақсылап түсіндірді. Алла субхану ва тағала адамзатқа берген жақсылықтары көп. Құран-ы Кәрімде Алла субхану ва тағала мархамет етіп айтады: "Ва ин та'уду ниматаллахи ла тусуха" дейді. Егер сіздер Алла тағаланың сіздерге берген жақсылықтарын санасаңыздар, оны санай алмайсыздар дейді. Адамзатқа берген жақсылықтары көп. Соның ішіндегі ең ұлы жақсылықтардың бірі біздерге мына Алла субхану ва тағала елімізді егеменді қылды. Егеменді қылғаннан кейін Алла субхану ва тағала сол егемендіктің арқасында мешіттеріміз ашылды, медреселеріміз ашылды. Қазір солардың бәрі жұмыс істеп тұр. Бұл Алла субхану ва тағала адамзатқа берген ең ұлы нығметі. Сол себептен мынау қазіргі күнде қанша жастарымыз әртүрлі ағымдарға, басқа діндерге кіріп бара жатыр. Біз ойлағанбыз, біз мына егеменді болғаннан кейін өзіміздің дінімізді ұстайды, өзіміздің сол ата-бабамыз ұстанып келген имам Абу Ханифа мазхабын ұстайды деп ойлағанбыз. Бірақ егеменді болған кезде біздерде мешіттер ашылғанымен сол мешіттерде көп мамандар жетіспеді. Барлық нәрсенің түйінін шешетін ол мамандар. Өйткені Құранда Алла субхану ва тағала "Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун" дейді. Егер білмесеңіздер, сол білім иелерінен сұраңыздар дейді. Мынау қазір осы жерде қиыншылық жағдайда тұрған кезде жасалған дұғалардың бәрі қабыл. Адам емін еркін жүрген кезінде жасаған дұғалары қабыл. Бірақ әсіресе қиыншылық жағдайда жүрген кезде олардың сол бір қателікпен істеген күнәлары немесе қылмыстары себептен олар осындай жерге кірген болса, сол адамдар мәселе сол істеген істерден өкініп, өзін түзетіп, ертең мен елге шыққан кезімде мен жақсы адам болам. Мен әрбір ісімді Құран қалай бұйырса, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қалай үйретсе, солай жүрем деп ниеттерімізді түзететін болсақ, Алла субхану ва тағала жақсылықтарын береді. Өйткені Құран-ы Кәрімде Алла субхану ва тағала "Фа инна мa'ал усри юср" дейді. Әлбетте ауырлықтан кейін жеңілдік бар дейді. "Ва инна мa'ал усри юср" әлбетте ауырлықтан кейін жеңілдік бар дейді. Сол себептен Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: "Ат-таиб миназ замби ман ла замба лаху" дейді. Күнәдан тәуба қылушы адам, оның күнәсі жоқ дейді. Күнәсі жоқ адам сияқты дейді. Күнәдан тәуба қылушы адам, күнәсі жоқ адам сияқты дейді. Сол үшін тәуба қылу керек. Ол тәуба насуха болу керек. Тәуба насухадан шынымен шынайы түрдегі тәуба болу керек. Біз қанша адамдарды көрдік, түрмеде жүрген кезінде олар намаз оқыған. Бірақ түрмеде шыққаннан кейін намазын тастап кеткендерін де көрдік. Құранда Алла субхану ва тағала адамдар бір қиын жағдайға түскен кезде бізге шынымен жалбарып дуа қылады дейді. Біз оларды сол қиыншылықтан құтқарған кезімізде олар түк көрмегендей кетеді дейді. Алдын қиыншылыққа түспеген, түк көрмегендей кетеді дейді. Сол себептен момын мұсылман адам шынайы өзін түзету керек болады. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам "Иннамал а'мал бинният" дейді. Әлбетте амалдар ниеттермен жараса болады дейді. Ниетке жараса болады дейді. Сол себептен біздер осы ниеттерімізді түзетуіміз керек болады. Шынайы дін, шынайы ислам, осыны ұстауымыз керек болады. Мәселен, мынау көпшілік адамдарға біздің ата-бабаларымыз осы исламдағы 4 мазхабтың ең үлкені болған имам Абу Ханифа мазхабын ұстаған десең, олар айтады. Анау мүшриктерге айтқан сөзді айтады. Пайғамбар алейхиссалату вассалам мүшриктерді жалғыз Алла субхану ва тағала құлшылық қылуға шақырған кезінде мүшриктер айтатын еді: "Сен сонда біздің ата-бабамыз сонша уақыттан бері құлшылық қылып жеткен бұттардан қайтарасың ба" деп. Бұттарға құлшылық қылуымыздан қайтарасың ба деп. Соменен біздің ата-бабаларымыз имам Абу Ханифа мазхабын ұстаған десең, сонымен екеуін салыстырады. Бұл екеуі бұл сумен оттай нәрсе, екеуі ешқашан бірін-біріне қосылмайды. Өйткені имам Абу Ханифа рахматуллахи өзінің ешбір фатуасында Құран хадистен шыққан емес. Өзінің ешбір фатуасында Құран хадистен шыққан емес. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам айтады: "Хайрул қуруни қарни" дейді. Ғасырдың ең жақсысы менің ғасырым дейді. Ғасырдың ең жақсысы менің ғасырым дейді. Не үшін?
Қандай проблема болса, сахабалар пайғамбар алейхиссалам өзінен сұрайтын еді, ол проблеманы шешіп алатын еді. Қандай қиыншылық болса, қандай бір олардың арасында түскен бір шыққан проблема болса, оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінен сұрап шешіп алатын еді. Сол үшін бұл ең ғасырдың жақсысы болды. Кейін оған көрші болған ғасыр. Ол қайсы ғасыр десе, сахабалардың ғасыры. Не үшін сахабалардың ғасыры одан кейінгі, пайғамбарымыз ғасырдан кейінгі жақсы ғасыр болды десе, қандай олардың арасында проблема шықса, ол пайғамбарымызды көрген асхабтардан сұрап алады. Кейін оған көрші болған ғасыр дейді. Ол қайсы ғасыр? Табииндардың ғасыры. Имам Абу Ханифа рахимахуллах сахабалардың ғасырында дүниеге келді. Сахабаларды көрді. Табииндардың ғасырында дүниеден өтті. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ең бақыт ғасыр деген ғасырда дүниеге келіп, бақыт ғасыр деген ғасырда дүниеден өтті. Сүммәл яфшил келіп дейді. Кейін одан кейін өтірік тарайды дейді. Одан кейін өтірік тарайды дейді. Біз өтірік тарайды дегеннен кейін бір жарым мың жылға жуық болған уақытта дүниеге келіп, біз туралықты таптық деп отырғанымыз ешқандай шындыққа жанаспайды. Мына кеше Совет деген мемлекет болды. Біз ол Совет деген мемлекетті көрдік. Армиясында службада болдық. Совет деген мемлекеттің мектебінде де оқыдық, институттарында оқыдық. Бәрін көрдік. Енді мәселен, қазір ана 90-шы жылдан кейін туылған бала, мен онау Совет деген мемлекетті мына ағалардан жақсы білем десе, ол қалай болады? Бұл әлі бір ғасыр өткен жоқ. Ертең 100 жылдан кейін шыққан адам сол Совет турасында жазған кітаптарды оқыса да Советті біледі ме? Біз көрген адамдар сияқты. Әлбетте білмейді көрген адамдар сияқты. Сол себептен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның асхабтарын көрген, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның асхабтарының шәкірттері болған, ұлы табииндердің шәкірті болған адамдар дінді жақсы біледі ме? Жоқ, 1400 жылдан кейін шыққан адамдар дінді жақсы біледі ме? Қазір біздер хижри есеппенен, яғни осы ислами есеппенен 1435 жылда тұрмыз. 1435 жылда тұрмыз. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Меккеден Мединеге көшкен уақытынан басталады. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде 13 жыл уағыз қылды. Енді жаңағы 35-ке 13-ті қосатын болсаңыз 48 жыл. 1448 жыл болды бұл Құран-ы Кәрімнің пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға түсе бастағанына. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрген асхабтар оны біздерге табииндарға жеткізді, табииндар табииндарға жеткізді, ол солай бізге жетіп келді. Міне сол имам Абу Ханифа рахимахуллах бұл кісі 80-ші хижрида, яғни 1-ші ғасырда дүниеге келді. Сахабалардың ғасырында дүниеге келді. Сахабаларды көрді. 2-ші ғасырда 150-ші хижрида қайтыс болды. Исламның 2-ші ғасырында қайтыс болды. Пайғамбар алейхиссалату вассалам сүммәл яфшил кидиб деген, кейін өтірік тарайды деген ғасырдан алдын өмір сүрді. Кейін өтірік тарайды деген бұл 3-ші ғасыр еді. Кейін өтірік тарайды деген 3-ші ғасыр еді. Қазір біз исламның 15-ші ғасырында тұрмыз. Әбден өтірік тарап болған уақытта тұрмыз. Бірақ сол дінге қызмет қылған, бүкіл мұсылмандар мойындаған, ғалымдар дінді жеткізіп келді. Солардың жеткізген себептен бұл дін тұр. Бұл қияметке шейін жалғасатын дін. Қияметке шейін оны мәселе ешкім өзгерте алмайды. Бірақ негіз қайдан басталды? Негіз мәселен сәләфтар дейді. Кейбір адамдар дейді, біз сәләфи ақидасындамыз дейді. Бірақ шынымен олар сәләф ақидасында ма олар? Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, мынау яһудилер бұлар 71-ге бөлінді дейді. Христиандар, насаралар 72-ге бөлінді дейді. Менің үммәтім 73-ге бөлінеді деді. Бірақ сол үммәтімнің ішінде бір тобы бар, олар тура жәннатқа кіреді. Оларды фирқаты наджия дейді. Наджат табушы фирқа деді. Яғни ертең азаптан, дозақтан құтылушы топ дегені. Қазіргі күнде мұсылмандар сол 73 фирқаға бөлінген болса, бәрі айтады, біз сол пайғамбарымыз мақтаған топ біз дейді. Тіптен оның ішінде шияларды айтады. Шиялардың ішінде равафиздерді айтады. Ең адасып кеткендерді айтады шиялардың. Шиялардың өзі 22-ке бөлінеді. 22 топқа бөлінеді. Оның ішінде адаспаған топтарда бар. Зайдия сияқты мәселен, имам Шаукани Нәулил Аутарды жазған кісі мәселен. Ол кісі Зайдия мазхабында болған. Шияның бір тобы. Бірақ ол кісіні бүкіл әхлі-сүнна уәл жаманың ғалымдары Шауканиді мәселен әхлі сүннаның имамы деп мойындайды. 22 топқа бөлінген шиялар. 22 топтың ішінде сонда адасып кеткендер бар, діннен шығып кеткендер бар. Құдай Али разиаллаху анхудың денесінде Құдай жерге түсті дегендері бар. Солардың бәрі айтады, қол Аллах, қол Расулаллах деп айтады. Алла Тағала былай деді, пайғамбар былай деді деп айтады. Бірақ шынымен Алла субхану ва тағала былай деді, шынымен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деді деп айтатындар кімдер олар? Пайғамбар алейхиссалату вассалам
Мен және менің асхабтарым бүгінгі күнде ненің үстінде болса солар деген. Мен және менің асхабтарым бүгінгі күнде ненің үстінде болса солар деген. Имам Абу Ханифа рахиматулла айтады. Мен дейді, бірінші дейді, әрбір мәселені Құраннан қараймын дейді. Егер Құраннан таппасам, одан кейін пайғамбар алейхиссалам хадистерінен қараймын дейді. Пайғамбар алейхиссалам хадистерінен таппасам, сахабаларға қараймын дейді. Өйткені сахабалар ол бүкіл исламды бүкіл дүниеге жеткізген сахабалар дейді. Сахабалардан келді ғой бізге дейді. Егер олардан таппасам, одан кейін барып мен ол басқа діннің негіздеріне сүйенемін дейді. Яғни ол ижма қиясқа сүйенемін дейді. Бірінші дәлел біздерде не болады десе, ол Құран Кәрим болады. Құран Кәрим не үшін дәлел болады десе, Құранда Алла субхану ва тағала айтады: "Инна хадал Құран яхди лиллати хи ақвам" дейді. Міне осы Құран сіздерді тура жолға бастайды дейді. Содан кейін екіншісі хадис шариф. Хадис шарифтің дәлел болуына Құранда Алла субхану ва тағала айтады: "Уама атакумур расулу фахудуху уама нахакум анху фантаху." Сіздерге Алланың пайғамбары Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям нені әкелсе оны ұстаңыздар, неден қайтарған болса одан тыйылыңыздар дейді. Үшіншісі бұл ижма. Пайғамбар алейхиссалам уақытында ижма болған жоқ. Өйткені пайғамбар алейхиссалам уақытында ижма болмайды, өйткені дұрыс емес ол. Өйткені пайғамбарымыз өзі тұр, әрбір мәселеде пайғамбарымыз өзі жауап береді. Ижма сахабалардың уақытынан басталды. Сахабалардың ижмасы ең жоғары дәлел болып саналады. Мутаватир хадис дәрежесіне көтеріледі. Сахабалардың ижмасы. Бүкіл адамдар сахабалардың ижмасына қарсы шыға алмайды. Сахабалардың ижмасы мәселен таравихтың 20 ракат болуы сахабалардың ижмасы. Сахабалар мәселен Омар бин Хаттаб разиаллаху анхудың уақытында Омар разиаллаху анху бір күні шықты мешітке. Қараса біреу жамаатпен оқып жатыр, біреу жеке оқып жатыр таравих намазын. Сонда Омар разиаллаху анху айтты: "Мен бұлардың бәрін бір имамға жинап берсем, іс өте ұқсас болады екен" деді. Сөйтті де ол кісі Убай ибн Кааб разиаллаху анхуды имам қылып қойды, бүкіл сахабаларды ол кісіге үйдіріп қойды. Сөйтіп сол уақыттан бастап 20 ракат оқылатын болды. Бірақ 20 ракатты Омар разиаллаху анху өзі ойлап тапқан жоқ. Пайғамбарымыздың 20 ракат оқығанын көргендік үшін 20 ракат қылды. Сахабалардың ішінде сол кезде бұл кісі екінші халифа еді. Үшінші халифа Усман бин Аффан разиаллаху анху бар еді. Төртінші халифа Али ибн Аби Талиб разиаллаху анху бар еді. Бүкіл басқа сахабалар бар еді. Абдурахман бин Ауф разиаллаху анху сияқты басқа ұлы сахабалар бар еді. Бір сахаба қарсы келген жоқ. Бұл осыдан не білінеді? Сахабалардың ижмасы білінеді. Сахабалардың бәрі бұл 20 ракатқа келісілгендігі білінеді. Сол себептен де 4 мазхабтың фатуасында 20 ракатты қабыл қылған. Тек имам Мали рахматуллахның мазхабтарында ол кісі мәселен жаңағыдегі 36 ракат деген. 36 ракат деген не үшін 36 ракат қылды? Өзі 20 ракат еді. Мәселен Меккеде әр 4 ракаттан кейін Кабаны таваф қылу бар еді. Сөйлеп демалатын еді адамдар. Әр 4 ракаттан кейін. Мәселен таравих деген сөз тарвихатун, демалыс деген сөзден келіп шыққан. Әр 4 ракаттан кейін демалатын болғандығы үшін. Мединелік мұсылмандар айтты имам Малик рахматуллахға, сол жердегі ғалымдарға: "Біз деді осыны әр 4 ракаттан кейін демалуды және 4 ракат оқысақ қалай болады" деді. Сонда ортада 4 демалыс бар. 5, яғни 20-ның ортасында 4 демалыс бар. Сол 4 демалыста 4 ракаттан 16 ракат қосылды. 36 ракат деген нәрсе содан шықты. Имам Шафидан сұрайды: "Сіз 20 ракатқа не дейсіз?" дейді. Сонда имам Шафи айтады: "Мен есімді білгелі Меккеде де Мединеде мұсылмандардың 20 ракат оқығанын көрдім" дейді. Есімді білгелі дейді. Имам Шафи 2-ші ғасырда дүниеге келген, 150-ші хижрida. 2-ші ғасырда, 204 жыл 3-ші ғасырда қайтыс болған. Мен есімді білгелі мұсылмандардың 20 ракат оқығанын көрдім дейді. Біздің дініміздің негізі бар дін. Әр түрлі топтарға бөлініп, мұсылмандардың мазасын алып, бірлікті бұзып, мұсылмандардың мазасын алып, елдің мазасын алып, ол мұсылманның ісінен емес. Құран Кәрімде Алла субхану ва тағала айтады: "Вала такуну каллазина тафаррaqu вахталафу мин баъди ма жаахумул байинат ва улайка лахум азабун азим." Өздеріне ашық дәлелдер келгеннен кейін топ-топқа бөлінген, бір-біріне қарама қайшылыққа шыққандардан болмаңыздар дейді. "Вала такуну каллазина тафаррaqu вахталафу" дейді. Сіздер топ-топқа бөлінген, бір-біріне қарама қайшы шыққан адамдар секілді болмаңыздар дейді. Оларға ашық дәлел келгеннен кейін сондай болды олар дейді. Бізге мәселен мынау дін келді. Еліміз мәселен, білесіздер мәселен, елбасымыз мәселен мынау Астанада Нұр Астана мешітін салды бірінші салған кезінде. Сонда ол кісі айтады, өзі телевидение интервью беріп жатқан кезінде: "Мен деді мынау мешітті дейді, яғни Астанадағы мешітті бірінші салған мешіт, яғни Нұр Астана мешітін әуежайдың жолына салдым дейді. Аэропорттың жолына салдым дейді. Не үшін дейді? Осы елге келген адамдар білсін қандай мемлекетке келгенін дейді.
Яғни мұсылман мемлекетіне келгенін білсін мынау қонақтарымыз дейді. Сонымен әуежайдың жолына салып қойдым мына нені дейді. Бірақ мұсылмандар біздер мәселен Құранға, хадиске амал қылатын болсақ, әртүрлі тәртіпсіздіктерге бармайтын болсақ, елде тыныштық болады, елде тыныштық, бірлік болады. Елде тыныштық, бірлік болатын болса, біздің дініміз сонымен дамиды. Худайбия деген келісім болған. Худайбия деген келісім, тыныштық келісім болған. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түс көріп, Меккеге барып умра жасағанын көреді. Меккені фатх қылғанын көреді. Меккеге барып умра жасағанын көреді. Сөйтіп бүкіл өзінің асхабтарын жинап, Меккенің жанында Худайбия деген жерге келіп түседі. Сонда бір елшіні жібереді. Ол елші Усман бин Аффан разияллаху анху болады. Елшіні жіберген кезінде бұлар хабар келеді, елшіні олар өлтіріпті деген. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам баят қылады, біз бір тамшы қанымыз қалғанша соғысамыз деген. Сонда олар бұны естетті, тыныштық келісіміне келеді. Осман тірі, өлтірген жоқпыз, мені деп. Сонда тыныштық келісіміне келген кезінде олар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мырзасы, жазушысы Али ибн Аби Талиб разияллаху анху болады. Али ибн Аби Талиб разияллаху анху бисмиллахи рахмани рахим деп жазады. Аса қамқор, ерекше мейірім. Алла тағаланың атымен бастаймын деген сөзді жазады. Сонда мүшриктер айтады, біз дейді ар-рахман рахим деген Алланы білмейміз дейді. Біз бисмикаллах деген Алланы білеміз. Сен бисмикаллах деп жаз дейді. Кейін Алланың елшісі Мұхаммадтен деп жазады. Сонда олар айтады, біз сені дейді пайғамбар деп білмейміз дейді. Егер сені пайғамбар деп білетін болсақ, біз сенімен соғыспайтын едік дейді. Сен Абдулланың ұлы Мұхаммад деп жазған дейді. Сонда Али разияллаху анху орнынан тұрып кетеді, мен оны өшірмеймін деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оқуды жазуды білмейді. Али разияллаху анхуден сұрайды, сен қай жерге жаздың оны дейді. Мұхаммад Алланың елшісі деген сөзді қайда жаздың сен дейді. Алланың елшісі деген өзі көрсеткеннен кейін қолымен былай өшіріп тастайды өзі. Мына жерге жаздым деп көрсетеді. Соны пайғамбарымыз өзі қолымен өшіріп тастайды. Және келісім шарттардың ішіндегі өте ауырының бірі, биыл сендер Меккеге кірмейсіңдер дейді. Енді өзіңіз ойлаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірге Мединеге көшіп барғандардың ішінде қанша сахабалар болды, мұхажир сахабалар. Олар 450 километр жерден жаяу келді. Мединеден Меккеге жаяу келді. Атпен келгені бар, есекпен келгені бар, түйемен келгені бар, жаяу келгені бар. Жаяу келгендері көпшілікті құрайды. Ана жерде оның үйі тұр, ана жерде оның бала-шағасы тұр, Меккеде. Ана жерде оның ата-анасы тұр. Меккенің алдына келіп тұр, жеңіп тұр. Аналар жеңіліп тұр. Мүшриктер. Бірақ сендер биыл кірмейсіңдер деп жатыр. Өте ауыр шарттары осы болды. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жақсы біз қайтамыз деді. Сахабалар сондай қарсы болды. Тіптен Омар бин Хаттаб разияллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдына келіп тұрып, я Расулаллах, я Алла тағаланың елшісі, біз жеңіс бізде ме, бізде, біздің дініміз шын ба, хақ па? Иә, хақ, шын. Неге біз қайтамыз деді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, аваласту би расулилля, мен Алланың елшісі емеспін деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің шатырына кірді, жылап тұрып, пайғамбарына бойсынбаған елге өлім болады деді. Халак болады олар деді. Жойылады олар деді. Сонда Умму Салама разияллаху анха анамыз шатырда еді. Умму Салама разияллаху анха анамыздың алдына келіп, сол сөздерді айтқан кезде Умму Салама разияллаху анха анамыз айтты. Я Расулаллах деді, сіз оларды түсінің деді, оларға да ауыр болып тұр деді. Елін жеріне енді қанша жылдан кейін келіп тұр да кірамастан кетіп жатыр деді. Сіз деді барып деді құрбандық шалып шашыңызды алыңыз, бәрі құрбандық шашын алады деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сыртқа шығып құрбандық шалды, шашын алды. Бүкіл сахабалар жылап тұрып құрбандығын шашып, шашын алып Меккеден қайтып кетті. Және олардың бұл ауыр шарты болса, одан кейін және бір қатты ауыр шарты бар еді. Ол қандай ауыр шарт десе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Бізден деді бір адам исламды қабылдаса деді, сендерге барып қосылатын болса деді, сендер оны бізге қайтып бересіңдер, біз оны азаптаймыз деді. Егер сендерден бір адам деді ата бабасының дініне қайтса деді, сендер оның жолын ашып қоясыңдар деді. Бізге қосылады деді. Қандай шарт қойып жатыр? Мұсылмандардың зиянына болған шарттарды қойып жатыр. Бірақ осы мұсылмандардың зиянына болған шарттарға пайғамбарымыз қол қойды. Не үшін? Тыныштық үшін. Ислам дінінің міне тыныштықты қалай жақсы көретін, бейбітшілікті қалай жақсы көретін, осы ойға көрсетеді. Абу Бәкір Сиддиқ разияллаху анху айтады. Худайбия сұлхында үлкен жеңіс бізге болған жоқ дейді, тыныштық келісімі дейді. Міне сол себептен пайғамбар алейхиссалату вассаламның асхабтары бұл тыныштық келісімін кейін барып түсінді. Үлкен бір мұсылмандарға Алла тағаланың берген сый екендігі. Қазір мәселен біздерге Алла субханала тағала осындай уақыттарды жеткізіп қойды. Дінімізді емін-еркін үгіт насихат жүргізетін. Міне өздеріңіз алдыңызға келіп отырмыз біз. Мұндай жерге кіріп үгіт насихат жасайды десе кім сенетін еді?
Бірақ Алла субханала тағала осындай уақыттарды жеткізіп қойды. Қазір біздер мәселен мектептерде, колледждерде, университеттерде, әкімшілікте бар жерде үгіт-насихат жасап жатырмыз. Осылай өздеріңізге үгіт-насихат жасаған сияқты. Бүкіл мына жерде мектептің директорлары отырады, әкімдер отырады, басқа кісілер отырады. Сол жерде біз үгіт-насихат жасаймыз. Үгіт-насихат жасауға осындай мүмкіншіліктерді Алла субханала тағала беріп қойды. Бұл әрбір нәрсені беретін Алла субханала тағала. Бірақ Құранда Алла тағала не деп айтады? Ла ин шакартум ла азиданнакум дейді. Егер сіздер шүкіршілік етсеңдер, сіздерге әлбетте еселеп беріп қоямын дейді. Сіздерге жақсылықтарымды кең қылып ашып қоямын дейді. Сендер шүкіршілік ететін болсаңдар. Сол себептен Алла субханала тағала осындай уақыттарға жеткізгеніне біздер шүкіршілік қылуымыз керек. Сол мәселен имам Абу Ханифа деген кезде сіздер ешқашан сен мәселен имам Абу Ханифаның жолымен жүрмесең, біреудің жолымен жүресің. Сол саған дінді қалай түсіндірсе, соның жолымен жүресің. Сонда сен оны Құдайға баған боласың ба? Мәселен біреулер Ділмұраттың жолымен жүреді. Біреулер Назратулланың жолымен жүреді. Екеуі бір енді Назратулла мен Ділмұрат. Біреулер Дидардың жолымен жүреді. Біреулер Дарынның жолымен жүреді. Бірақ олар студенттер олар. Студент қайда, имам қайда? Mesela İmam Ebu Hanifa'nın imam деп айтады. Şimdi Ebu Hanife деп айтпайды. İmam Ebu Hanife деп айтады. İmam деген ne деген? Müslümanların başçısı деген. İmam Ebu Hanifa'ны Sünniler de Şialar da bütün Müslümanlar mойындаған адам. Үлкен ғалым, үлкен имам екендігін. Дүниеде қазір күнде 1 миллиард 700 миллион мұсылман болатын болса, соның 1 миллиардқа жақын имам Ebu Hanifa мазхабында. Неше миллиондаған ғалымдар бар оның ішінде. Сол жолды ұстап отыр. Неге? Құран хадистен бір жерінде шықпағандықтан. Бәлкім Құран хадисті басқа ғалымдарға қарағанда терең зерттегендігі үшін. Сіздерге және бір мысал келтіріп өтейін. İmam Şafii rahimahullah бұл. Үшінші мазхабтың иесі. Бұл енді уақыттарына қарап та, бірінші имам Абу Ханифа шықты, кейін имам Малик шықты, одан кейін имам Шафии шықты, одан кейін имам Ахмад бин Хамбал шықты. Осы төрт мазхабты ахли сүнна вал жамаа дейді. Енді соның ішінде имам Шафии rahimahullah бұл кісінің шешесі 4 жасар кезінде Палестинадан Меккеге көтеріп алып келді. 4 жасар кезінде 4 жасар баласын осы білімсіз қалып кетпесін деп, осы үлкен ғалым болсын деп. Қараңыз, шешенің ананың балаға деген, ата ананың балаға деген, баланың ата анаға деген дұғасы қабыл. Қараңыз. Міне сол шешесі 4 жасар баласын Палестинадан көтеріп келді Меккеге. Мекке мен Палестина қаласы 1000 километрден ұзақ. 1200 или 1800 километр. Сонша жерден көтеріп келді баласын. Балам білімді болсын деп. Сонда ол кісі 10 жасында Меккеде оған сабақ бере алатын адам қалған жоқ 10 жасында. Сонда ол кісі араб әдебиетіне беріліп кетеді. Сонда айтады ол кісіге келіп, Мұхаммад дейді, ол кісінің аты Мұхаммад ибн Идрис аш-Шафии. Сонда ол кісіге айтады, Мұхаммад дейді, сен неге дейді, Құран хадисті тастап бұл араб әдебиетіне беріліп кеттің дейді. Сонда ол кісі айтады, маған сабақ беретін адам бар ма дейді Меккеде дейді. 10 жасар баланы айтып жатқан. Меккеде маған сабақ бере алатын адам бар ма дейді. Сонда ол кісіге айтады, Мединеде имам Малик бар дейді. Сонда бұл кісі 10 жасар баланы істеген ісін қараң. Имам Маликтің Муатта деген мәшһүр кітабы бар. Соны жаттап кейін имам Маликтің қолына барады. Имам Маликтің қолына барған кезде бұл кісі азғантай уақыт ішінде имам Маликтің білімін алып қояды. Бұл кісі имам Маликтің алдында 17 жыл қызметінде тұрады. Ол кісінің тақуасын, ол кісінің ақылақын, ол кісінің мінез құлқын өзіне кеуделендіру үшін. Сонда бір күні мешітте тұрса, қараса бір адам намаз оқып тұр. Сондай керемет намаз оқып тұр. Жаңағы адам намаз оқып болған кейін имам Шафии келеді, сіз қай жерден келдіңіз дейді. Мен Куфадан келдім дейді. Саған мына намазды кім үйретті дейді. Имам Абу Ханифаның үлкен шәкірті имам Абу Юсуф үйретті дейді. Сонда ол кісі айтады, имам Маликтің алдына келіп, мен жаңа бір кісінің намаз оқығанын көрдім, сонда бір керемет намаз оқыды. Мен сенің ұстазың кім деп сұрап едім, имам Абу Ханифаның үлкен шәкірті имам Абу Юсуф деп айтты. Мен сол кісінің алдына барып білім алсам деп қалдым дейді. Сонда имам Малик айтады, саған рұқсат берем дейді. Ол адамдар өте күшті, керемет, мықты ғалымдар дейді. Саған рұқсат берем. Сен дейді, Мединеден Куфаға баратын керуенді ізде дейді. Мен ақшасын мен берем дейді. Сонымен бұл кісі керуенді табады. Керуеннің кететін уақыты жақындайды. Имам Малик оған ақша бермей жатыр. Барып сұрайын десе ұялады. Мен берем деп қойған. Ақшасы жоқ барайын десе. Сол кезде бір кісі келіп, имам Маликті шақырып, мынау ақшаны сізге бермекші едім деп береді. Сонда ол кісі ана ақшаны алып тұрып, ол имам Шафии көріп тұр, Мұхаммад, міне ақша келді, мен мынаны алда сен Куфаға бар дейді. Сонда ол кісі келіп алдына айтады, ұстаз дейді, сіз маған ақша берем дедіңіз дейді, мен керуенді тауып қойдым дейді, мен сізге айтайын десем ұялып тұрдым дейді, сізде бұл ақша жоқ екен дейді, мені қазір алдыңыз бердіңіз дейді, сізде жоқ нәрсені сізге беру міндет емес еді ғой дейді.
Сонда имам Малик айтады, Құранда Алла Тағала айтқан дейді: "Мен яттақиллах ядж'ал лаху махраджа ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб." Кім Алладан шынымен қорқатын болса, өзін түзейтін болса, Алла Тағала оған дүние есіктерін, дүниедегі жолдарды кең қылып ашып қояды. Ядж'ал лаху махраджа, оған шығатын орынды кең қылып ашып қояды дейді. Ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб, өз ойламаған жақтан оған ризықты береді дейді. Мен дейді Алладан тақуа қылып Алладан сұрадым, маған Алла Тағала ризықты жеткізді, мен оны саған бердім. Меккенің бүкіл білімін алған, Мединенің бүкіл білімін алған адам Куфаға келіп имам Абу Ханифаның үлкен шәкірті имам Абу Юсуфке шәкірт болды. Сол үшін ол кісіде фатва қадим, фатва жадид деген екі түрлі фатвасы бар. Фатвасы жадидасының барлығы, жаңа фатвасының бәрі имам Абу Юсуфтың фатвасына тура келеді. Сіздер біліңіздер, имам Абу Ханифаның мектебі қандай күшті мектеп болды. Не үшін осы кезде ойлаймыз, неге Мекке, Мединеде болған мектептен Куфаның мектебі күшті болды? Өйткені Куфаның мектебінің күшті болған себебі Куфа ислам халифаттығының астанасы болды. Имам Али ибн Аби Талиб разияллаху 4-ші халифа Астананы Мединеден Куфаға көшірді. Куфаға бүкіл сахабалар, бүкіл табииндер, өте білімділердің бәрі ақты сояқ қарап. Сол себептен орталық Мединеден Куфаға көшкен кезде ірі сахабалар, ұлы табииндер сол жаққа қарап көшті. Сол себептен ол жердің мектебі өте күшті мектепке айналды. Ибрахим Нақаилар, басқа ұлы имамдар, міне сол неде болды? Куфа қаласында болды. Сол себептен құрметті бауырлар, отырған жерлеріңіз, мәселен, біз ешкімге бұндай жерді сұрамаймыз. Сіздер де өздеріңізге одан кейін бұндай жерді сұрамаңыздар. Бәлкім сіздер ертең азаттықты сұрап, азаттықта елімізге, дінімізге қызмет ететін азаматтарды болуыңыз Алла Тағала нәсіп етсін. Қазір сіздер Алла Тағаладан нені сұрасаңыздар, Алла Тағала әрбір адамға береді. Бірақ сіздер қиыншылықта тұрған адамдарға олардың дұғасын Алла Тағала қайтармайды. Бірақ жүректен болу керек. Пайғамбар алейхиссалам айтады: "Сіздер Алла Тағалаға дұға қылыңыздар." Немен дейді? Сол дұғаларыңыздың қабыл болуына анық сеніп тұрып дұға қылыңыздар дейді. Біліп қойыңыздар дейді. Алла Тағала ынтасы жоқ, қаперсіз жүректен дұғасын қабыл етпейді дейді. Алла Тағала ынтасы жоқ, қаперсіз, егер сіздің тіліңіз Алла Тағалаға жалбарынып тұрса, бірақ жүрегіңізде ол нәрсе жоқ. Адамның тілі менен жүрегі байланып тұрып дұға қылу керек. Міне сол кезде оның дұғалары қабыл болады. Сол себептен Алла субхану ва тағала баршамызға тауфиқ хидаят берсін. Мынау қазіргі күнде мәселен әртүрлі мәселе шетелде отырып алған жігіттерден біздердің көпшілік адамдарымыз фатваларын алып, солардың кітаптарын, солардың фатваларымен жүгініп жүр. Ал бірақ ол адамды ол көрді ма? Біріншіден. Бірақ ол адамның артында кім тұр екіншіден? О нәрсені білмейді. Ал бірақ бізде сіздерге мәселен айтып жатқан жолдарымыз, бағыттарымыз бүкіл мұсылмандар неше ғасырдан бері ұстап келе жатқан, бәлкім мұсылмандардың барлығы оны имамымыз деп қабылдаған адамдардың көрсеткен бағдарламасы, Құран хадистен шықпаған қалдегі көрсеткен бағыттарын сіздерге айтып беріп жатырмыз. Алла субхану ва тағала баршамызға инсаф тауфиқ хидаят берсін, екеуден жақсылық берсін. Қазір сұрақтарға кез берсек, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға иншалла жауап береміз. Дұрыс айттыңыз. Өте керемет, жақсы сұрақ қойды. Әскери тілде генерал маршал армия деген атақ бар, званиялар бар. Содан кейін ең жоғары атақ оларда генералиссимус деген болады. Генералиссимус дегені дүниеде 4-5 адам ғана алған атақ. Соның бірі Сталин алған. Енді осы ислам әлемінде ең жоғарғы ғылыми атақ ол мүжтәһид мұтлақ болады. Мүжтәһид мұтлақ деген мүлдем ижтихад дәрежесіне жеткен адам. Мүжтәһид мұтлақ болған адам бір мәселені истинбат қылып шешетін болса, бір үкімді Құран хадистен шешетін болса, сол үкімде тұру оған парыз болады. Сол себептен имам Абу Ханифаның шәкірттерінен екеуі емес, ол және бір шәкірті бар. Олар имам Абу Юсуф, имам Мухаммад, имам Зуфар. Бұл үшеуі мен имам Абу Ханифа төртеуі бұлар мүжтәһид мұтлақ болған ғалымдар. Мүлдем ижтихад дәрежесінің ең жоғары дәрежесіне сатысына көтерілген адамдар. Бұлар қайсы мәселеде ижтихад қылатын болса, сол үкімде тұру оларға парыз болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мүжтәһид ғалым ижтихад қылып бір мәселені шешсе дейді, дұрыс тапса 2 сауап, қателесе 1 сауап дейді." Сол үшін бұл төртеуі де мүжтәһид мұтлақ дәрежесінде болған ғалымдар. Мәселен, бір мәселені шешкен кезде кейде көзқарастар 3 түрлі болған, немесе 4 түрлі болған, немесе көзқарастар 1 болған. Неге десе, дәлелдерге сүйенген қалды. Бір емшектен емген адамдар емшектес бауыр болады. Олар бір әке-шешеден туылған адамдар бір-бірімен үйленуі қандай харам болса, олардың да бір-бірімен үйленуі сондай харам болады. Бір ғалымдар айтты, бір рет тойып емсе, оған үйленуге болмайды деді.
Birovlar aytdi 3 rет so'rau kerak dedi. Birovlar aytdi 5 rет so'rau kerak dedi. O'zi 3 turli fatvo bo'ldi bir masalada. Bu islomda joiz fatvolar. Islomda bu masalalarda o'shunday ko'zqarashlarni aytuv mumkin bo'lgan. O'tgan sahobalarning vaqtida ham hozir misol keltiramiz. O'shunday ikki turli ko'zqarash bo'lgan, ikki turli ko'zqarashga ham payg'ambarimiz ikki-o'nkida durust deb javob bergan. G'olimlar aytadi, "Yegar dedi, bir bola dedi, bir qizga quda tushib kelyapti dedi. Keyin onu bilib qoldik dedi, biz ular oldin emshikdis bo'lgan ekan dedi. O'sha кезде biz deydi onu bir rет so'rgan hukmda olamiz deydi. Ne uchun? Ularni iloji boricha qo'smau uchun. Agar u uylanib qo'ygan bo'lsa-chi, uylanib qo'shilib qo'ygan bo'lsa-chi, onda biz 3 so'rganini olamiz deydi. O'rtasini olamiz deydi. Bir rет so'rganda olmaymiz deydi. O'tgan ol eng төмен, сразу ajratib ketadi yerda, 3-uni olamiz deydi. Agar ol bola chaqali bo'lib qo'ygan bo'lsa-chi, so'dan keyin belgili bo'lib qoldi. Ana u qo'shilib yurgandan keyin belgili bo'lib qo'yadi ikkinchisi. Üçüncüsü bala chaqali bo'lgandan keyin belgili bo'lib qoldi. Ularning oldin emshikdis bo'lgan. O'sha кезде biz 5 rет emga esibga olamiz deydi. Ne uchun? Bu кезде iloji boricha ajratpau. Basında endi qo'shilатын necha qilmoqchi кезде iloji boricha qo'shpau o'tdi. Endi ana qo'shilib qolganlarga o'rtasini oldi. Ko'rdingizmi? Bu qanday yengilliklar bo'lib жатыр. Сол sebepten bu ulamalarga kebir maseleler var. Ol meselelerde onlarga ruhsat berildi, istinbat qilib, o'zlarining hukmlarini, fatvolarni jariyalauga. Сол sebepten onlarning hukmlari, onlarning fatvolari musulmonlarga ne bo'ladi? Usul fiqh degan ereje var. Usul fiqhda aytadi. Yetagayr fatva bitagayr zaman vel makan deydi. Fatvalar o'zgaradi, zamanning mekani o'zgarmaydi deydi. Misal İmam Şafii rahmetullah. O kişi ömrünün sonunu Egipet'te ötküzgen adam. Mısır'a kelgen кезде o kişi erkektin özünün müşesini ustavu devletini sındırat деген fatvanı çıkardı. Oğan deyin erkektin müşesini ustavu devleti sındırmaydı dedi. Ne için sonday fatva çıkardı dese? Ana Mısırlıklar uzun ak köylük ketti, kaltası yok. Ana denesini kasıgan кезде ana nesini aspan ustap kalıdı da сонымен одан мәзи шығып кетеді. Содан оның дәреті сынады. Сол себептен о кісі о жерде жалпы фатва шығарды. Мәсі закар юнқизл вуду деген. Еркектің өзінің мүшесін ұстауы дәреті сындырады деген фатва шығарды. Алдын о кісіде сындырмайды деген фатвасы бар еді. Біздің мазхабымызда сындырмайды. Көрдіңіз ба? Сол себептен бұл фатвалар, шариғаттағы фатвалар бір-біріне қарама-қайшы келгеніменен бұл фатвалар қарама-қайшы деп саналмайтын фатвалар. İslam'da ruhsat verilgen fatvalar. Peygamber aleyhisselatü vesselam Bani Kureyza'ga sahabalar jibirdi. Sender dedi asr namazın Bani Kureyza'ga barıp okunglar deydi. Jolda okumanglar deydi. Sonda asrın vakti kiredi. Sahabalar aytadi, jartısı aytadi, biz dedi asrda oşudu, okub alamız jolda deydi. Biraz aytadi, yok Peygamberimiz Bani Kureyza'ga barıp okunglar dedi. Biz barıp okuymiz deydi. Barıp okuydu. Birevi jolda okuydu. Peygamberimize qaytib kelgenden aytadi. Mınalar deydi, jolda okup aldı deydi. Siz bizge barıp okunglar deben deydi. Peygamberimiz екі жақта дұрыс қылыпты дейді. Яғни пайғамбарымыз айтқан сөзін екі жақ екі түрлі түсінді. Бірақ екеуінде де дұрыс деді. Сондай мәселелер бар, екі жақта дұрыс саналатын мәселелер бар. Бірақ кейбір мәселелер бар, тек бір жақ дұрыс мәселелер бар. Ол Құранда келген аяттар бар мысалы. Жәннаттың бар екендігі, дозақтың бар екендігі, жәннатта адамдардың мәңгі қалатындығы, дозақта кейбір адамдардың мәңгі қалатындығы, кейбір адамдардың дозақтан шығып жәннатқа келетіндігі. Бұл тұрсында екі түрлі пікір айту мүмкін емес. Namaz, 5 vakit namaz. 5 vakit namaz var. 5 vakit namazdı, 5 vakit namaz емес, 3 vakit namaz деуге, немесе 1 vakit namaz деуге ешкім ақысы жоқ. Бұл жерде екі түрлі фатва шығарылмайды. Бірақ екі түрлі фатва шығаратын жерлер бар. Бұған шариғат не береді? Кеңшілік береді. Сондай шариғат кеңшілік берген жерде уламалар өздерінің фатвасын шығарады. Мен сол себептен жаңа айтып өтіп кеттім. Bir мазхабта 4 мүжтәһид мұтлақ не болды? Ғалым болды. Жалалин Сүйти деген кісі бар. 40 мың хадисті жазған адам. 40 мың хадис жазған. Енді білесіздер, Бухарида 2000-нан аса ғана хадис келген. Ол имам Бухаридің мәселен өткені хадисті қайталана берген, көп жерлерінде қайталана берген. Қайталанғандардың аптасы 2700 қанша хадис ғана келген. Сахи Мүслимде 4000-нан аса хадис келген. Бұл кітапта 40 мың хадисті жинаған бұл кісі. Жалалин Сүйти деген, Тафсири Жалалайн деген кісінің, Жалалдин деген екі кісі жазған. Сол үшін Жалалайн дейді. Жалалайн деген екі жалал жазған кітап деген. Міне сол кісі Жалалдин Сүйти үлкен ғалым болған адам. Бұл кісі айтады, дүниеде мүжтәһид вүжуқ деген бар. Мүжтәһид вүжуқ деген мүжтәһид мұтлақтан бір саты төмен адамды айтады. Мүжтәһид вүжуқты дейді, ислам әлемі көрмегеніне 300 жыл болды дейді. Ғалымдар айтады, мына Жалалдин Сүйти мына кітабын жазған 600 жыл болды. Яғни мәселен ана кісі 300 жыл көрмеді деді ғой. Бұған 300 жыл болды дейді. Ғалымдар айтады, демек дейді 600 жылдан бері ислам әлемі мүжтәһид вүжуқты көрген жоқ дейді. Ислам әлемі 600 жылдан бері көрмеген ғалымды бір мазхабта 4 ғалым болды.
Сол себептен олар иштихат кылды, иштихатында өзінің фатвасында тұру Алланың үкімі болды. Сол үшін ол мазхабтарды не болады? Сыртынан қарама-қайшылық сияқты, бірақ ол қарама-қайшылық емес. Өйткені олардың әрқайсысының нелері бар, дәлелдері бар. Имам Матурди, имам Ашари, олар мәселен Ахлу Сунна уа Жамааның ақида мектептерін кеуделендірген ғалымдар. Одан алдында ақида мектебі болған. Имам Матурди, имам Ашариден да, бірақ ол ақида мектептері, олар мәселен кейбір мәселелерде жауап бермеген. Мәселен имам Маликтен келіп сұрайды. Имам Маликтен келіп сұрайды да, Ар-Рахман алал арши истава дейді. Яғни аса қамқор Алла аршқа истива қылды. Кайфа истава дейді. Истивасы қалай болды дейді. Сонда имам Малик айтады. Истиваху ма'лум, кайфат машуа суал ан бида ахрижуhu фа мубтади дейді. Истивасы белгілі, оның қалай екені белгісіз. Ол тұрсында сұрап бидғат дейді. Ол мына бидғатшы ахрижуhu, мына мубтади ахрижуhu дейді. Мына шығарып тастайды, мына бидғатшы екен дейді. Сұраққа қысқа жауап берілді. Енді мәселен имам Матурди, имам Ашаридің уақыттарында келген кезде ислам мемлекеті кеңейді. Мына жағы бүкіл солтүстік Африка, мына жағы оңтүстік Еуропа, мына жағы Үндістан, Пакистан, мына жағы біздің Ресейге дейін келді. Халифат үлкейіп кеңейіп кетті. Енді мәселен жаңағы сұрақты қоятын адамдардың артында 10 мыңдаған, 100 мыңдаған адамы бар адамдар келді. Айтады, сен мен мына сұрағыма жауап бер, болмаса басыңды таптаймыз. Енді ол имам Малик сияқты ахрижу уа мубтади десе, мынаны шығарып жіберді, бұл бидғатшы екен десе шығып кетпейді олар. Өйткені арқасында 100 мыңдаған адам тұр оның. Осы кезде олар оны тәфсирлеп жеткізді халыққа. Тәфсирлегенде тәвил қылды. Тәвил қылғанда салафтар, мәселен алдыңғы мәселен сахабалар, табииндар, табииндар ақида мәселесінде олар ләфзінде, мағынасында Аллаға тапсыратын еді. Алла біледі дейтін еді. Көп мәселелерде кіріспейтін еді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сендер бұл сенім, наным мәселесінде терең кетіп қалмаңдар. Терең кетсеңдер адастырады дейтін. Сонда бұл кісілер сифаттарды алып келіп, қай сифат Алла Тағалаға лайық болса соны берейік деді. Имам Матурди, имам Ашариде. Сол мәселе истава деген сөздің негізгі мағынасы тең болды деген, барабар болды деген. Иставал мау вал хашабата дейді. Судың деңгейі отынның деңгейімен бірдей болды дейді. Истава деген сөздің тікелей мағынасы, аудармасы тең болды деген. Истава деген сөздің мағынасы Алла аршқа тең болды деген мағынада болады. Егер тікелей аударатын болса. Енді оны мәселен басқа 17 түрлі мағынасы бар. Сол 17 түрлі мағынасының ішінде Аллаға егер біз осы мағынаны берсек, Алла Тағаланың ұлықтығына зиян жетпейтін мағына берейік деді. Сөйтіп, Алла Тағаланы енді мәселен Алла Тағала көтерілді, Алла Тағала отырды деген сифатты беретін болсақ, ол Алла Тағалаға лайық келмейді деді. Не үшін біз Алла Тағаланы біз ол аршқа отыр дейтін болсақ, Алла Тағала аршқа мұқтаж, арш Аллаға мұқтаж болмай қалады деді. Аршқа Алла Тағала отыратын болса, Алла Субхану ва Тағала аршқа отырады да, Алла Тағала тұрса, арш Аллаға мұқтаж емес. Алла Тағала отыруында аршқа мұқтаж. Демек біз бұл сифатты берсек, Аллаға лайық сифат болмайды бұл деп, оны қайтарды. Енді Алла Тағала бұл аршты билігін жүргізді, аршты басқарды деген мағына берсек қалай болады деді. Аршты басқарды, билігін жүргізді деген мағына берсек, ол да мағына бар. Жаңа иставаның ішінде өйткені басқа аяттарда келеді. Алла Тағаланың ұлылығына қайшы келмейтін мағына. Сол үшін Алла Тағала біз аршты басқарды, билігін жүргізді дейміз. Енді мәселен мекен дегенді айтады. Біреулер айтады, Алла Тағаланың мекені бар дейді. Мысалы да, мекен деген нәрсе біріншіден бұл не? Мақлуқ, жаратылыс. Алла Субхану ва Тағала мекенге де уақытқа да мұқтаж емес. Мекен, уақыт біз мұқтажымыз оған. Бізге бір уағызым жүргізу үшін мына бір зал керек болды. Біз мәселен мына жерде демалу үшін бізге орындық керек, отырамыз. Біз мәселен тамаққа мұқтажбыз, тамақ жейміз. Алла Субхану ва Тағала Аллаху самад дейді. Құл хуаллаху ахад, Аллаху самад дейді. Құл хуаллаху ахад, айтыңыз, ей Хабиб Мұхаммад алейхиссалам, Алла жалғыз дейді. Аллаху самад дейді, Алла ештеңеге мұқтаж емес дейді. Лайса камисли шайун ва хуа самил басир. Арабтарда ядхабу десе барады деген, ла ядхабу десе бармайды деген. Осын ла деген әріп нафи әріпі, яғни болымсыз әріп. Нафи әріптерінен кейін накра есім келетін болса, яғни белгісіз есім келетін болса, ол сөзіміз шүміл деп аталады. Шүміл деген нәрсе бүкіл бәрін өзіне қамтып алады. Мәселен, лайса камисли шайун дегенде, шайун деген сөзіміз не болады? Накра есім болады. Белгісіз есім болады. Ар-раджулу десе, немесе раджулун десе. Ар-раджулу деген белгілі кісіні айтады. Сен көрген, сен танитын белгілі кісіні айтады. Сен мысалы оның атын білмеуі мүмкін. Бірақ сен оны танисың көрсең. Осындай кезде саған ар-раджулу деп айтады. Егер раджулун деп айтса, сен о кісіні мүлдем көрмеген, танымайтын адам. Сен көрсең де танымайсың. Бұл адам накра болады, белгісіз есім болады. Шайун деген сөзді белгісіз есім. Енді осы жерде лайса деген болымсыз фейлден кейін неге батыр? Шайун деген сөзге батыр. Демек, лайса камисли шайун деген сөз Алланың ешбір ұқсасы жоқ деген.
Адамзаттың бетіне ұрмаңдар. Өйткені адамзатты Алла Тағала оның суретімен жаратты деген сөз бар. Осы жерде мәселен оның суретімен жаратты дегенде, сол мәселен Алла Тағала мекен беретін бауырларымыз айтады, Аллахтың суретінде жаратты дейді. Аллахтың суретінде жаратты деген қалай ол тура келеді? Ешбір тура келмейді. Бәлкім Пайғамбар алейхиссалам осы хадисте айтып жатқан сөзі, адамзаттың бетіне ұрмаңдар. Өйткені адамзатты Алла Тағала Адам алейхиссаламның суретінде жаратты деген. Пайғамбардың суретінде жаратты. Адамның ең бірінші атасы ұлы пайғамбар Адам алейхиссалам суретінде жаратты. Сол үшін сендер адамның бетіне ұрмаңдар деген содан. Аллаға ұқсатып жаратты деген емес ол жерде. Сол себептен осы мағынада біздер Алла субханала тағалаға мекен бермейміз. Матурidi Ашари ақидасы екеуі бір мектеп. Кейбір түсініктерде айырмашылықтары бар, бірақ ол түсініктердің бәрі 40-қа жуық айырмашылықтар бар, бірақ олардың барлығы оларды екі мектеп қылмайды. Екеуі бір мектеп. Кім сұрақтары бар? Сіздер тартынбаңыздар, сұрақтарды қойыңыздар. Кейбір деректерде келеді, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мен үмбетінде болған ихтилафтар бұл рақымшылық. Тәрк етіледі ме? Бұлай жоқ, бұл мәселен негізінде ихтилафил уммати рахматун деген хадисті кейбір ғалымдар жалған хадис деген. Ол хадистің түбі жоқ хадис деген. Негізсіз хадис деген. Бірақ ол ихтилаф деген кезде қандай ихтилаф? Мәселен имам Абу Ханифа рахматуллах өзінің баласы Хаммадты ақида илмін оқың деп айтады. Бір күні қараса, аналар сабақ өтіп жатқан бөлмеде шу шығып жатыр. Имам Абу Ханифа баласын шақырып алады да айтады, сен мына илімді тоқтат дейді, оқыт дейді. Сонда ол кісі айтады, Хаммад айтады, әке дейді, сіз маған өзіңіз бұйырғансыз ғой мына илімді оқы деп дейді. Мен сені өзім қайтарып жатырмын дейді. Не үшін десе, біз дейді, таласып тартысқан кезде шындықты білу үшін таласып тарысатын ек дейді. Сендер өздеріңке шындық қылу үшін, менке ғана шындық деген нәрседе таласып тарасасыңдар дейді. Таласып тартысуға шариғатта мен жаңа айтып өтіп кеттім, ихтилаф рұқсат берілген жері бар, фарғи мәселелерде. Бірақ негізгі мәселелерде, усулі дінде ихтилафтарға орын жоқ. Таласып тарысуға. Имам Шафи бір күні Имам Ахмад Ханбалдың алдына келеді. Сөйтсе Имам Ахмад Ханбал ол кісіні күтіп алып, атынан түсіріп, үйіне кіргізіп, тамақ беріп күтеді. Сөйтсе ол кісінің шәкірттері айтады. Сіз дейді, ана кісі келсе дейді, құрметті басты дейді. Сіз барсаңыз ол кісі құрметтейді дейді. Біз шәкірттеріміз бір-бірімізбен дейді, төбелесуге шейін барамыз, ана мәселе тартысып дейді. Сонда Имам Ахмад Ханбалдың берген жауабы қандай? Ол кісі айтады, мен оны құрмет қылып жатсам дейді, ол ұлы адам болған үшін құрмет қыламын дейді. Егер мені ол құрмет қылып жатқан болса дейді, ол ұлы болған үшін мені құрметтеп жатыр дейді. Қараң, екеуінде ұлылықты кімге беріп жатыр? Имам Шафиге беріп жатыр. Мәселен, мынау демократия деген нәрсе бар. Демократия көп пікірлік дейді. Көп пікірлік дегенде, сол көп пікірлік адамзатқа негізінде пайда беру керек. Қазір күнде демократия деп біреу билік, біреу оппозиция болып, бұл дұрыс емес. Біздің дінімізде бұл көп пікірлікке рұқсат берген жерлері бар. Яғни адамзат үшін пайдасы бар жерлерде. Адамзат үшін зиян жерлерді тоқтатқан. Не үшін? Мына дін адамзатты осы бақытты өмір сүру үшін кепіл болғандын, ақиретте жәннатқа кіру үшін кепіл болғандын. Сол үшін кейбір мәселелерде ихтилафтар болса, ол ихтилафтардан кейін бір-бірімізді жек көру деген нәрсе болмау керек. Мұсылмандардың арасында бір-біріне жек көру деген нәрсе болмау керек. Бәлкім мұсылмандар сол мәселелерде мынаның дәлелі бар. Мәселен, аминді іштен айту немесе сырттан айту мәселесі. Ilgari уақытта қайсысы абзал деген қойылатын. Қазір күнде сұрақ қалай қойылып жатыр, қайсысы дұрыс деген. Біреу дұрыс болады да, біреу қате болады. Соңғы екі жақ бір-бірімен не қылады? Жанжалдасып төбелеске барады. Енді қайсысы абзал десекші, екеуі де дұрыс деген мағына шығады. Алдыңғы ғалымдар қайсысы абзал деген мағынаны айтқан. Қазір күндегі біздің жастарымыз қайсысы дұрыс деген мағынамен шығып жатыр. Бұл мұсылмандардың арасында жанжалға алып баратын не болады? Зерттеп қарайтын болсақ, оның екеуінде дәлелі бар. Бірақ Имам Абу Ханифаның дәлелдерін қарасаң, біздің көзқарас бойынша Имам Абу Ханифанікі не? Күшті. Оны сол ана кісілердің өздері кейін барып қайтқан одан. Mesela İmam Şafii айтады, ол кісі деген өзінің кітабы бар. İmam Şafii'дің өзі жазған кітап. Сол кітабында ол кісі «Инни ла ухиббу ан яджхару биха» деп жазып қойды. Мен имамның артына ілесушілердің аминді дауыстап айтуын жақсы көрмеймін деп қойды. Көрдіңіздер ме? Сол себептен бірақ осындай қарама-қайшылықтар бұл ұламаларды ешқашан бір-біріне дұшпан қылған емес. Мұсылмандарды бір-біріне дұшпан қылған емес. Біздегі бір-біріне деген дұшпандық, бір-біріне деген көреалмаушылық қайдан келіп қалды десек, бізде өйткені білім деген нәрсе болмады. Мәселен, Советтің уақытында Қазақстанда бірде-бір медресе болған жоқ. Өзбекстанда Бұхара деген жерде ғана медресе болды.
Қазақстаннан 2 жылда бір адам қабылдайды. Ол да кей жылдары қабылдамай қалып кетеді. Сонда біз егемендік алған кезде сол Бұхара медресесін бітірген адамдар бармақпен санаулы 5-6 адам еді. А енді осында үлкен Қазақстанда дінді не қылу керек? Аяққа тұрғызу керек. А оған маман жоқ. Маман жоқ болғаннан кейін кім нені көрінсе, қандай кітапты көрінсе үйрене бастады. Сондықтан бізде қазіргі көріп жатқан ситуациямыз неге келді? Кеуделенді, осы дүниеге келді. Сол себептен бізде дінді дұрыс түсінбеушілік болды да, қайсы бір нәрсе таласып қалсақ, болды, мынанікі қате, мынанікі дұрыс деп бір-бірімізді не қылатын болдық, жамандайтын болдық. А енді ол шынымен дамыған ислам мемлекеттерінде бұл мәселе жоқ. Біреу айменді дауыстап айтсам, оған сен дауыстап айттың демейді. Біреу іштен айтсам, сен іштен айттың демейді. Неге? Олар бұны біледі. Әрқайсының өзінің имамы бар. Ал бірақ, мынау Ділмұрат деген жігітті білесіздер. Іштеріңізде білетіндер бар шығар оны. Сол жігіт мәселен Саудияны бітірді. Ислам университетін бітірді. Бітірген кезінде ол маған өзі айтып беріп жатыр. Ол менің қолымда оқыған жігіт. Маған өзі айтып беріп жатыр. Мен дейді, Ислам университетін бітіргенімнен кейін дейді, сол Саудияда Хайяты Кибар Улама дейді. Үлкен ғалымдар кеңесі бар. Үлкен ғалымдар кеңесі ол 4 адамнан тұрады. Муфти болады, орынбасар болады, 2 ұстаз болады, 2 ғалым болады. Соның біреуі Абдулла Ғидаян деген ғалым. Абдулла Ғидаянның алдына келдім дейді. Мен мынау ислам университетін бітірдім Мәдинадағы. Мен енді имам Абу Ханифа мазхабын ұстайтын елге барам. Мен қандай бағыт ұстауым керек деп сұрадым дейді. Не істеуім керек деп сұрадым. Сонда Абдулла Ғидаян деген Хайят Кибар Улама, сол ғалымдар кеңесінің ең үлкен ғалымы Саудиядағы. 4 ғалымның бірі болған. Ең үлкен ғалымдардың бірі маған айтты дейді. Сен барсаң, Бадай Санай фи тартиби шариа деген имам Алаудың Касанидің кітабы бар. Сол кітаптан оқып сабақ бер дейді. Қараңыз, неге ол айтпады? Сен мені Хамбали мазхабын оқыдың, Хамбали мазхабын сабақ бер демеді. Немесе сен мені Ахли хадистің кітаптарын оқыдың, сен Ахли хадистің жолын үйреткін демеді. Саудиялық инсапты ғалымдар осылай жауап береді. Не деп? Сен имам Абу Ханифаның мазхабын ұстайтын елге кетіп алсаң, сол мазхабтың кітабынан сабақ бер дейді. Сонда Ділмұрат айтады, мен сол кітаптан сабақ беремін деп бүйтіп қалып едім дейді. Мен дұрыс түсінбей қалды ол кісі дейді. Әсінде дұрыс түсінген ол. Мен дұрыс түсінбей қалды дейді. Сөйтіп дейді, сен емес, мен ешкім емеспін ол имам Алаудың Касанидің алдында деп айтты дейді. Сен түгілі, мен Саудияның ең үлкен ғалымын айтып жатыр. Ханафи мазхабының бір ғалымын айтып жатыр. Алаудың Касани деген. Бұл Касан деген, мына бізден Өзбекстанда Наманган деген облыс бар. Сол Наманган деген облыстың бір қаласы. Бұрыннан ислам дамып келген қаласы. Сол қаладан шыққан имам Алаудың Касани деген кісі бар. Бұл кісінің көп кітаптары бар. Сол кітаптардың бірі 10 томдық Ханафи мазхабы фиқхымен жазылған, бүкіл дәлелдермен жазылған кітабы бар. Бадай Санай фи тартиби шариа деген. Міне осы кітаптан оқып сабақ бер деді. Қараң. Сен емес, ол кісінің алдында мен ешкім емеспін деп айтты дейді. Енді қараңыз, бұл бір фатвасы. Қазір күнде шейх Мұхаммад Сал Усаймин деген Саудияның ғалымы өтті. Содан кейінгі Саудияда фатва беруге жарайды деген ғалымдардың бірі, менен кейін фатваны шейх Фаузаннан алыңдар деген. Сол шейх Фаузанның алдына айтады, біз дейді, студенттер келдік дейді, сол кісінің алдына дейді. Келіп дейді, біздің Қазақстанды түсіндірдік жағдайын дейді. Бізде көп адамдар намаз оқымайды. Бірақ өзім мұсылманмын дейді. Соны сіз не дейсіз деп сұрадық дейді. Бірге сол сұраққа барған адамдар маған айтып беріп жатыр. Ол кісі айтты дейді. Сендердің ғалымдарың не деп айтады дейді. Қараң, сұрақ қалай болды? Оған сұрақпен жауап берді. Сендердің ғалымдарың не деп айтады оларды дейді. Біздің ғалымдар оларды мұсылман деп айтады дейді, онда олар мұсылман деп айтты дейді. Көрдіңіз ба? А бізде болды, кім намаз оқымаса болды, ол кәпір деп кәпірге шығарып жіберіп жатырмыз. Сол ғалымдар, шейх Фаузанның өзі намаз оқымаса кәпір дейтін ғалымдардың бірі. Бірақ ол кісі сол Саудиядағы фатвасын айтып жатыр ол. Қазақстанға фатвасын айтып жатқан жоқ. Қазақстандағы фатвасын кім береді десе, Қазақстанның ғалымдары береді дейді. Алдыңғы муфтиіміз Абсаттар Қази Делбісәлі ағамыздың уақытында да ғұламалар кеңесі мүшесі болдым. Сонда ғұламалар кеңесінде 3-4 имам болатын, облыстың имамдары. Мен болатынмын, кейін қалғандары сенатор болады, және бір академик болады, және бір профессор болады. Діннен хабар жоқ адамдар болады. Бірақ олардың атақтары бар. Сосын ана атақтары бар адамдарды тыңдаймыз да, сонымен қайтамыз. Қазір мен жаңа муфти болды. Жаңа муфти қандай адам болды? 10 жылдан аса уақыт Мысырда оқып келген. Осы діни білімнің қас шебері болған адам болды. Енді ол кісі қандай ғұламалар кеңесін былтыр 25 декабрьде түзді. 25 декабрьде түзген кезінде енді ол жерде өңкей білімді жігіттерден құралған ғұламалар кеңесі болды. Шынымен дінді түсінетін, дінге мәселен халыққа керек фатвалар шығарып беретін. Күннен күнге біздің дініміз, біздің Қазақстанда қандай өсіп жатқанын өз көзімізбен көріп тұрмыз.
Неге енді біз мәселен анау Саудияның өзінде бүгін фатуаны біз Қазақстанға қолданамыз, оны қолдана алмаймыз. Мәселен Саудияның илгергі муфтиі Шейх Ибн Баз деген кісі болған. Шейх Ибн Баз айтады, кім бамдат намазында ұйықтап қалса кәпір дейді. Мен өзім фатуасын оқығам ол кісінің. Енді бізде мәселен 5 уақыт намаз оқымай жатқан адамдар бар. Біз оларды не дейміз десе, біз оларды кәпір дей алмаймыз. Неге? Оның өзінің әрбір жерін, мен бағана сөзім басында айтып кеттім. Фатуалар өзгереді заманның, мекеннің өзгеруіменен. Мына біздің елімізде қандай заман болды? Құдай жоқ, мүлдем дін деген өтірік, апиын деген заман болды. Адамдардың бәрін дінсіз қылып жіберді. Енді адамдар мен мұсылманмын деп, мұсылманшылық жүрегінде бар екен, мен мұсылманмын деп отыр. Енді оған сен мұсылмансың деп сол дінді үйретуді ona жоқ сен намаз оқымайсың кәпір десе қалай болады? Адам әрбір істі, амалды істеген кезде Құран, хадиске қарау керек. Пайғамбар алейхиссалам айтады: "Яссиру ва ла туассиру, баширу ва ла тунаффиру" дейді. Дінді жеңілдік көрсетіңіздер, ауырлық көрсетпеңіздер дейді. Діннің ертең жәннаттың қуанышты хабарын беріңіздер дейді. Адамдарды діннен бездіріп қоймаңыздар дейді. Бір күні сахабалар бір адамның мәйітін алып кетіп жатыр. Пайғамбар алейхиссалам айтады: "Мынау кімнің мәйіті?" дейді. "Ол пәленше дейді. Ол намаз оқитын еді 5 уақыт дейді. Кейде оқитын еді, кейде оқымайтын еді дейді. Ол жұмаға келетін еді дейді. Ол айт намазына келетін бе дейді. Келетін еді дейді." Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: "Оны апарып жуып, кепендеп, жаназасын оқыңдар" дейді. Менімен дейді, оның арасында періштелер сондай көбейіп кетті дейді, былай дейді, періштелер былай тосып кетті дейді. Сол себептен адамдар мәселен такфир муайян дейді, белгілі бір адамды кәпір деуге ешкім ақысы жоқ. Өйткені оны Алла Тағала кешіріп жәннатқа кіргізуін Алла Тағаланың өзі ғана білетін нәрсе. Оларда кейбір ғалымдар бар. Қайсы жәннатта Абу Ханифа болса, мен ол жәннатқа кірмеймін дейтін ғалымдар бар. Сен кімсің? Мәселен, жәннатқа кімді кіргізу сенің ме ол? Имам Абу Ханифа нені Алла Тағала қаласа жәннатқа кіруін. Оны мұсылмандардың бәрі жақсы көрген имам болса, оны Алла Тағала жәннатқа кіргізуін қаласа, мен ол жәннатқа кірмеймін деп, ол ақыл адамның тірлігі ме ол? Сол себептен құрметті жамаат, біздерде мәселен қазіргі күнде білімді адамдар жетеді. Мына облыстарыңыз өзінде мына Исмайыл Сейтбек деген бауырымыз келіп отыр. Бұл кісі мәселен алдын Оралды басқарды неше жыл, оқу ағарту бөлім басқарды неше жыл. Білімді жігіттер облысымызда мына Нұрбаракты бітірген мына Ахмедин деген жігіттер келіп отыр. Осы облысқа жетелі білімді жігіттер келіп отыр да мәселен. Сіз мынаны танисыз. Сіз білесіз Исмайылдың кім екенін білесіз. Сіздің отандасыңыз. Сізге жанашыр адам, дінге жанашыр адам. Енді біз неге оны тастап тұр, о қаяқтағы білмейтін біреуден бір нәрсені сұрауымыз керек. Ол қайсы ұйымның артында тұр, қайсы ұйым оның артында тұр, қайсы ұйымның тамағын жеп отыр ол. Әргі мәселен жеген ауыз ұялады деп, қайсы ұйымның мүшесі болса, сол ұйымның көзқарасын жеткізеді. Осы мәселен Қазақстанда тұрмыз, біз қазақ халқы, мұсылман халық дейміз. Дұрыс ішінде мәселен ЮГБ көгерге кіріп кеткені бар. Вообще дінді ұстамайтын бар, оларды біз мұсылман демейміз. Олар өздері мұсылман демейді. Біз емес, олар өздері мұсылманбыз демейді. Бірақ кім мұсылманмын деп тұрып, менің ата-бабам исламды ұстаған десе, біз оларды мұсылман дейміз. Оларға біз дұрыс бағыт беруіміз керек. Өйткені олардың көбі білмейді. Дінге келгісі келеді, білмейді бірақ. Бірақ сен кәпірсің деп біз оны айтасақ не болады одан кейін? Ол дұрыс болмайды ешқашан. Сұрақтарыңыз болса, ол ұялмастан қоя беріңіздер. Қолымыздан келгенше иншалла жауап береміз. Көп мазхабтар кейде мәселен өздерінің мазхабтарында кейбір мәселелерді таппайды да, сол біздің имам Абу Ханифа мазхабына өтуіне дұрыс тура келеді. Мәселен, мынау қажылықта Байтулланы тауап қыламыз ғой. Байтулланы тауап қылған кезде еркек әйел аралас тауап қылады. Сонда мәселен имам Шафи мазхабында егер ананың денесіне дене тиетін болса, оны дәретсіз. Дәретсіз адам тауап қылуы мүмкін, дұрыс емес. Сосын олар не істейді? Олар сол қажылықта Ханафи мазхабына өтеді. Тауапта. Бір күні мен келе жатсам, малайзиялық бір әйел дәрет табады екен. Енді ол бәрі аралас жүреді ғой жерде, сырт дәрет табады да, сыртта. Мен өтіп бара жатырмын, ана әйел құлап қалады да, былай құлап кетіп жатыр. Соңғы мен былай тіреп қойдым оны былай. Сөйтсем басын бетіп, қимылдатып, мен қолыммен ұстағаныма ренжіп дәретін қайттан алып жатыр да. Ал мен оны ұстамасам құлайын деп жатыр. Мәселен, имам Абу Ханифа мазхабы бүкіл мәселелерге жауап берген да. Кейбір мазхабтарда ол мәселелерді таппайды. Имам Тахави деген кісі болды. Ақидада барлығы сол кісінің кітабын оқиды. Имам Тахави Шафи мазхабында болған адам. Семьясы Шафи мазхабының, имам Шафидің ең үлкен шәкірттері болған, ол кісінің нағашысы имам Мазани. Өзінің шешесі де Шафи мазхабында болды, әкесі де Шафи мазхабында болды. Өзі үлкен ғалым болды Шафи мазхабының. Бірақ ол кісі Ханафи мазхабына өтті. Сонда ол кісіден сұрайды, сіз неге Ханафи мазхабына өттіңіз десе, менің нағашым дейді, имам Мазани асхаб Шафи болған адам дейді.
Ashab Шафи деген имам Шафидің ең үлкен шәкірттерінен болған дейді. Бірақ ол дейді, қайсы мәселені таппаса дейді, имам Абу Ханифаның кітаптарына қарайтын еді дейді. Кана юдмин назара иля кутуби Аби Ханифата дейді. Ол кісі дейді, әрдайым назарын имам Абу Ханифаның кітаптарына қарайтын еді дейді. Мені осы нәрсе дейді, ол кісінің мазхабына өтуіме себеп болды. Кейбір мәселелерде басқа мазхабтарға өтуге уламалар рұқсат береді. Бір сөзбен айтылған 3 талақ мәселесі. 4 мазхабта талақ түседі, 3 талақ түседі. Бір сөзбен. Бірақ қазіргі күнде ғалымдар жиналып келіп, адамдар діннен ұзақ болып кетті. Білместен 3 талақты қойып жіберіп жатыр. Сол себептен Құранда аят келген. Пайғамбар алейхиссалам уақытында 1 талақ түскен, Абу Бәкір разиаллаху анхудың уақытында 1 талақ түскен. Осы мұсылмандарға кеңшілік берейік деп, қазіргі күнде мұсылмандар келісті. Неге? Келіскенде қалай? Көпшілік ғалымдар келісті. Біз Қазақстанда бұны талқылап жатырмыз қазір. Қазақстанда мен осы мәселені айттым. Ғұламалар кеңесінде бұл мәселені талқылап жатырмыз қазір. Өзбекстанның да алдын діни басқармасы осыған, егер бір ләфізбен 3 талақты айтатын болса, бір сөзбен, онда 1 талақ түседі деген фатваны Өзбекстан мұсылман діни басқармасы соны шешті. Олар да үлкен ғалымдардың фатвасына сүйеніп тұр. Ал бірақ бұл біздің мазхабымызда жоқ фатва еді. Біздің мазхабымыз 4 мазхабта жоқ фатва еді. Кейбір фатваларды, бірақ оны әркім істей бермейді оны. Оны ғалымдар бар шешіп беретін. Мәселен, сіз ғалымдардың алдына келсеңіз, сол ғалымдар соған жараса, фатвасы бар, фатва беруге жарасатын ғалымдар болатын болса, мен де осындай жағдай болып қалды, мен не істесем болады десеңіз, ол кітаптарды ашып, басқа мазхабта сізге сол жеңілдік бар болатын болса, соны алып, осымен амал қылсаңыз болады деп сізге фатва берсе, содан кейін барып істесеңіз болады. А бірақ әркім өзінің еркіменен өзіне жаққан нәрсені ала берсе, ол дін болмайды. Өйткені имам Аби Юсуф рахматуллахи айтады, "Ман татаба рухаса фақад тазандақа" дейді. Кім дейді, әр мазхабтан өзіне керек фатваны ала берсе, ол діннен шығып кетеді дейді. Сол саудиялық ғалымдардың өзі бір мазхабта тұру керек дейді. Қашан мазхаб ұстамаса болады дейді, дәлелді ажырата алатын адам дейді. Мүжтәһид адам ғана бір мазхабта ұстамастан өзінің иштихадына тұру керек болады. А бірақ ол мұқаллид ба, ондай фатваны ажырата алмайтын адам ба, ол бір мазхабта тұру керек. А бірақ кейде сондай бір ситуациялар болады, қиын. Мына мазхабта болса, ол мәселен өмір сүруіне қауіп төнуі мүмкін, басқа қауіп төнуі мүмкін. Осы кезде ол уламаларға жүгінеді, уламалар оған керекті мәселені шығарды. Рахмет тыңдағандарыңызға. Алла Тағала өмірлерін ұзақ, дендерін сау болсын.